Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай дайындалатын картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Қажетті заттардың құрамын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге 1 килограммдай картошка қажет болады. Мен барлығының сыртын жуып, кептіріп алдым. Қабығын ашсаңыз да, немесе ашмай қойсаңыз да болады. Видеода көрсетілгендей картошкаларымызды осындай бірнеше бөліктерге бөліп турап шығамыз. Топтарымыздың барлығын жақсылап турап алғаннан кейін ерекше дәм беру үшін соусын дайындаймыз. Бөлек ыдысымызға 50 граммдай зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса сұйық май қоссаңыздар болады. Оның үстіне жарты шай қасық паприка және жарты шай қасық орегано, жарты шай қасық куркума және кішкене қара бұрыш қосамыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Және үккіштен өткізілген 3-4 тіше сарымсақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайындап алған соусымызды картоптарымыздың үстіне құйып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, картоптарымыздың барлығын осылай орналастырып шығамыз. Ыдыстың түбінде қалған соусты да картоптардың үстіне құйып шығамыз. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште 50 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің картоптарымыз сырты қытырлақ болып, іші жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шықты. Кез келген гарнирдің орнына ұсынсаңыз да, немесе соуспен жесеңіздер де болады. Дәмі де, иісі де сөз жоқ, керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоларым сіздерге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.